Мен атым Әжім Ергешім. Алтынбектің қабарын интернеттен ұғып, Грижамен орысылап, келіп бір курс лешені алып, Құда қаласа, шықпасын беріп, жақсы болып, айырып шығып баратам. Алтынбек өніме чоң разылық білдіреміз. Ардайым Алла Тағала күш қуат беріп, ұзын өмір берсін, денсаулық берсін, елдің патасын алып, ардайым елге қызмат қылып жүре берсін қалаймын. Рахмат, Алла разы болсын. Биринчи келгенде кандай келдиңиз эле? Азыр баскандарыңыз кандай? Бир айтып берсеңиз, бул жерде бүтүндө канчалаган адамдар келип атат? Ошол адамдардын результаттарын көрүп атасыз, сиз менен кандай маектешип атат? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Мен келгенде басышым аябай кыйын болчу. Аз-маз басып дем алып, отуруп калчу болчу. Азыр мына бир кыз алгандан кийин жакшы басып алдым. Орган жерлерим басылды. Жакшы, оорубаңыз. Дайым эле ушундай жүзүңүздөн күлкү нуру кетпестен күлүп жайнап жүрө бериңиз. Алланын эч бир пендеси эч качан оорубасын. Бизге канча инсан келсе, ошол инсандын баардыгы Алланын керемети менен, кудурети менен. Биз бир себепчүбүз. Эч бир пенде оорубасын. Оорубаңыз. Дайым эле ушундай күлүп жайнап жүрө бериңиз. Алла насип кылса 3 айдан кийин 2-курста аманчылык болсо кезигебиз. Оорубаңыз. Кана дагы бир байкебиз келген. Бул байкебиз кайсы жерден келгенин өзүңүздөр угуп, азыр билип, анан көрөлү. Өзүңүз айтып берсеңиз, кайсы жерден келдиңиз? Biz Kazakistan'dan geldik. Kazakistan bugün Severный Kazakistan deydi. En türlü город Petropavlovsk. Sol internetten Altınbek'ten videosunu görüp bizde kemprimiz ekimizde o da bel, mende ayak kömene şıktık. Gözü köngülümüzge onu aldık körüz aldık. Sodan gelip bana жаңын болғамыз жоқ. Мен байқадым, өзі жүре алмай жүрсем, қазір тізем бұрынғыдай емес, жақсы жіберіп болды. Шамалы бар енді, бәр кетіп қалды деп айтпайын. Дегенменен рахмет осы Алтынбек саған, бірінші Аллаға, екінші саған. Осындай елге көмек көрсетіп жатсың, елдің разылығын алып, қолыңа дерт болмасын. Қайда жүрсең аман бол, балашақ қызығы. Құдай тілеуіңді берсін. Оорубаңыз. Алладан рахым, пайғамбардан шапағат. Рахмат. Кемпириңиз кандай болуп калды? Кемпириңиз келгенде кандай эле, азыр кандай? Аяғын басамай келген. Қазір не то что басамайды, қазір билей алам деді ғой. Билеп жүрөбүз? Билеп. Жақсы. Рахмет. Оорубаңыз. Ушундай эле күлүп жайнап жүрө бериңиз. Енді Құда қаласа 3 айдан Кемпирин чакыргыла, бир кемпирин көрөйлү, кемпирин деле көрсүн. Бейнегүл. Бейнегүл. Өзім шақырып Кеңиз бер. Кеңиз, кемпирин деле бир апаны бир сүйлөтөйлү, апа деле айтып берсин. Келиңизчи кана, мынакей апа басып келатат. Кана өзүңүз кандай болуп калдыңыз? Бир өзүңүз айтып берсеңиз, сүйлөп берсеңиз. Жақсы, біз Қазақстаннан, Петропавл қаласынан келдік, жолдасымыз екеуміз. Келгенде аяғым артынан тартып, жүре алмай келген. Интернеттен осы Алтынбекті көріп, ұнатып келдік. Қазір жақсы лечениясы, қолың өте шипалы, дерт көрмесін. Енді не дейміз? Осы жерге келген адамдар қиналып келеді, шығып атқанда күліп шығады. Қандай жақсы. Бақытты, денсаулық болса бақытты боламыз. Саған денсаулық. Рахмат, Алла разы болсын. Сен аман бол, біз аман боламыз. Сиз ушул жерде мынакей 14 күндөн бери курс леченияны алып атасыз. 14 күндүн ичинде бул жерде сиз эле эмес, көптөгөн кишилер келип атат. Алардын абалдары кандай болуп атат? Сиздер айтып берсеңиздер, эми сүйлөшүп атасыңар, баарлашып атасыңар. Мен айелдермен сөйлесіп, сұқтасып атқанда, ол кісілер бәрі риза, жақсы болып атыр. Результат очень хороший. Очень хороший. Оорубаңыздар. Алланын эч бир пендеси эч качан оорубасын. Дайым эле келген ар бир пенде ушундай күлүп жайнап жүрө берсин. Бул бизден эмес, бунун баардыгы Алладан. Эч бир пенде эч качан оорубасын. Келгенде мен ар бир пендеге айтып кетем, жана айта берем. Биринчи ихлас менен, душа менен келиңиздер. Алла насип кылса бүт нерсе болот. Бизге келгенде, леченияга келген учурда биз келген кишини сразу эле жаткыза калып, касыр-кусур болбойт. Андан эч коркпоңуздар. Келген кишини полностью аныктап, тактап, диагнозун коюп, анан ошонун негизинде анан биз лечение жасайбыз. Рахмат, саламатта калыңыздар. Оорубаңыздар.